Облыстық әкімдікте өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуы қорытындыланып, алдағы уақытқа жоспар қойылды. Отырысқа аймақ басшысы Ғабес Нұрмұхамбетов төрағалық етті. Көрсеткіштерге зер салсақ, әр бағыт бойынша оң динамика байқалады. Биылғы жылдың қаңтар-маусым айларының қорытындысы бойынша қысқа мерзімді экономикалық индикатор 114,5% құрап, өңір республикада алдыңғы қатардан көрінді. Объем промышленного производства за январь. Облыста өнеркәсіп өндірісінің көлемі 483,3 миллиард теңгеге жетті. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 18,7%-ға көп. Бұдан бөлек тау-кен өндіру саласында өндіріс көлемі 3,5 миллиард теңгеге жетіп, 0,5% өсім көрсетті. Ал өңірдегі өнеркәсіптің басым бөлігін өңдеу өнеркәсібі құрайды. Оның үлесі 85%-дан асып отыр. Өңірде сауда саласы да қарқынды дамып келеді. Биылғы жылдың алғашқы 6 айында тауарлар мен қызметтерді өткізудің жалпы көлемі 671,3 миллиард теңгені құрады. Көрсеткіш өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 121,8%-ға жетіп, облыс республикадағы үздік өңірлердің қатарына енді. Бірақ облыста тұралап қалған салалар да бар. Несмотря на положительную динамику, өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуында оң серпін байқалады, бірақ кейбір салалар тұралап қалуда. Облыста өнеркәсіп әлеуетін арттыруға, инвестиция тартуға және жаңа өндіріс орындарын ашуға басымдық беру қажет. Бұл бағыттар экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттырып, жаңа жұмыс орындарын құруға және бюджет кірісін көбейтуге ықпал етеді. Теріскейде агроөнеркәсіп кешені тұрақты өсім көрсетіп отыр. Жылдың алғашқы 6 айында ауыл шаруашылығының жалпы өнімі 105,3 миллиард теңгені құрап, нақты көлем индексі 103,8% болды. Бұдан бөлек өңірде 4,3 миллион гектар алқаптан өнім жиналады. Қазіргі таңда күздік дақылдардың 7,000 гектардан астамы орылып, 17,000 тоннадан астам астық бастырылды. Орташа өнімділік гектарына 24 центнерді құрап отыр. ключевым фактором Жыл басынан бері облыста 188 мың тонна сүт, 34 мың тоннаға жуық ет және 327,5 миллион дана жұмыртқа өндірілді. Өңірде сүтті мал шаруашылығын дамыту бағытындағы инвестициялық жобалар аграрлық сектордың дамуына серпін беріп келеді. Солтүстік Қазақстан облысының тәжірибесін тарату бағдарламасы аясында аймақта 32 заманауи тауарлық сүт фермасы салынып, 9 мыңға жуық жоғары өнімді асыл тұқымды сиыр әкелінді. Нәтижесінде соңғы 4 жылда ұйымдастырылған шаруашылықтардағы сүт өндірісі 33%-ға өсті. Бұдан бөлек облыста 3 жылдың ішінде жалпы құны 144 миллиард теңгені құрайтын 44 инвестициялық жоба жүзеге асырылды. Солтүстік Қазақстан облысында инвестициялық белсенділік пен сауда көлемі де өсіп келеді. Биылғы жылдың қаңтар-шілде айларында негізгі капиталға 278,6 миллиард теңге инвестиция тартылып, оның 208,5 миллиарды жеке инвестициялардың үлесіне тиді. Ал жалпы сауда көлемі 780 миллиард теңгені құрап, көтерме сауда 125,5%-ға өсті. Жыл соңына дейін өңірде жалпы құны 775,2 миллиард теңгені құрайтын инвестициялық жобаларды жүзеге асыру жоспарланып отыр. Кездесу соңында өңір басшысы бірқатар жауапты тұлғалар мен аудан әкімдеріне тиісті тапсырмалар берді. Ұлан Ыдырыс, Александр Янсен, МТРК.